Allahu Akbar, Allahu Akbar. Бәл юридул инсану лияфшура амама дейді. Көптеген адамдарға мысалы намаздан тыятын нәрседе шахават, намазға келтірмей жатқан нәрседе шахават. Қағида осылай өзі. Соны Алла Тағала түсіндіріп Қияма сүресінде айтады. Неге намазға келмей жатсың дегенде, ол неше түрлі сөздер айтуы мүмкін. Жақсы, біз адам ішіне кірмейсің ғой. Біз жаңа Құрандағы нәрсені айтып жатырық. Өзіміз жалпы адамның табиғатын тану үшін да. Сол жерде Алла Тағала айтады: «Вал юридул инсану лияфжура амама». Ол адам әлі де күнә істегісі келіп тұр ғой дейді. Әлі істей тұрайшы деп тұр. Құр бізге басқа сөздер жібереді дейді бұл. «Валау алқа мағазира». Бізге бір сылтаулар тауып береді дейді. Бірақ шындап келген кезде жаңағы күнәні әлі істей тұрайшы деген ниетпен келемей тұр дейді. Сондықтан адамды намазға келтірмейтін нәрседе белгілі бір нәрселерді құмартып жүруі деген нәрселер, мысалы, немесе намазда мысалы атқарусыз қалдырып қоюына да сол нәрселер себеп болады екен. Өйткені Алла Тағала аятта не деп жатыр? Кейін бір нашар буын келді, олар намазды жоғалтты дейді. Өйткені олар шахаваттарға еріп кетті. Алдыңғы буындардағы осы нәрселерді айтып келіп Алла Тағала Ниса сүресінде бізге мынандай нәрсені айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Юридуллаху лиюбаййина лакум. Алла Тағала сендерге баяндап беруді қалайды. Бұрынғылардың жағдайларын айта келе, қайсысы жақсы жолда болған, қайсысы жаман жолда болған. Жаман жолдағылар немен аяқталған, жақсы жолдағылар немен аяқталған. Осының барлық оқиғаларды айтқанда сендерге осыны баяндағысы келеді. Бір, ва яхдиякум суннаналлазина мин қабликум. Сондай-ақ сендерден ілгеріде өткен жақсылардың жолдарымен жүргізгісі келеді дейді сендерді. Сол үшін Исмаилды айтады, сол үшін Идристі айтады, сол үшін Закарияны айтады, Мариямды айтады. Солардың жолына түсіру үшін, солардың өміріңе үлгі қылу үшін. Сосын ваятуб алейкум, сондай-ақ сендердің осы күйлерінде құрып кетпей, мысалы, жақсы өмірге қарай бағыттағысы келеді дейді. Тәуба нәсіп еткісі келеді дейді сендерді. Өзіне бойұсынуға қайтарғысы келеді. Аллаху алимун хаким. Өйткені Алла Тағала бәрін білуші дана. Сосын қайталайды қараңыздар. Валлаху юриду ан ятубу алейкум. Алла Тағаланың қалайтыны, ей құлдарым, мынаны істе, мынаны істеме деген сөздің күллі осындай бұйрық пен тыйымның артында саған қалайтыны тек бірақ нәрсе, ан ятубу алейкум. Сені өзіне қарай қайтарып әкелу. Қараңыз. Ол мұқтаж емес бізге. Бірақ сені қимайды ғой. Сүйсең қалай сүйесің адамды? Тастап кетесің ба? Алладан үйрену керек. Қайтарғым келеді дейді өзіме қарай. Не істесең де күнәдан бұрын қайтарғым келеді дейді. Ал аналар дейді. Кімдер? Валлазина яттабиғуна шахават. Анау әлемде құмарлықтарға еріп жүргендер, құмарлықтарды насихаттап жүргендер, әйелмен байланысты құмарлық, тағы да басқа нәрселер құмарлық. Не ол бір кино арқылы насихатталама, не бір тағы басқа нәрселер арқылы насихатталама. Күллісінің мақсаты не деген кезде ар жақта антамилу майлан азима, одан сайын күнәларға үйір болып кетулеріңді қалайды дейді. Қарыз, ашық айтып отыр Алла Тағала. Майлан азима, бізде мейл деген сөз бар ғой, мейлі дейді ғой. Одан сайын мейлдерің сол жаққа еңкейіп кетуін қалайды дейді олар. Біз олардың ішінде саған адал ешкім жоқ. Ал Алла Тағала сізге адал. Сондықтан өзіне қарай қайтарғысы келеді. Алла Тағала сендерге жеңілдеткісі келеді өмірлеріңді. Жаңағындай шахауаттардан бәрінен босатып, өзінің шеңберін қойып, сені жап-жақсы бір мұсылман қылғысы келеді. Өзінікі қылғысы келеді сені.